Бөлім. Су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы: есептік және реттік сан есім. Оқу мақсаты: тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, көлбеу, үзбей және біркелкі жазу қарқынын жеделдету. Түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, нші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Тыңдалым. Тақырып бойынша ертегінің мазмұнын болжа. Ажалдан құтқарған асыл сөз. Ертеде бір хан әскермен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлге кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарында қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып, амандаспастан: «Су қайда?» дейді. «Су дегенің көлме», дейді қойшы. «Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауыз су керек», дейді айқайлап. «Мен хан ішеді деп қас қиып жатқан бұлақ көргенім жоқ», дейді қойшы. Хан қатты ашуланып: «Неге судың жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңды алғызайын. Ал мынаның басын», деп жендеттеріне әмір етеді. Қойшы: «Тақсыр, хан, дат», дейді. «Датың болса, айт», дейді хан. «Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптей ме? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, қойшыны өлтіріпті деп күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң, кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым», деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп, қойшыны босатыпты. Ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Сұрақтарға жауап бер. Хан әскерімен бірге қайда тап болды? Хан қойшыдан не сұрады және ол неге ашуланды? Қойшы ханды сөзден не деп жеңді? Жазылым.
мәтінді көркем жаз. Арал теңізі Каспийдің шығыс жағына орналасқан. Көлемі жағынан дүние жүзінде 4-ші орын алады. Тереңдігі 25 метрден аспайды. Сан есімдердің астын сыз. Сан есімнің қай түрі екенін ажырат. Мен таптым. Біз ботаққан екеуміз есептеуге бекембіз. Ақ төс келіп қосылса, үшеу болып кетерміз. Бір ауылда бір көзген, бар қызықты бір кешкен. Көжек бота ая мен, біз нешеуміз ақ төспен. Көжек бота ая және мен, біз нешеуміз ақ төспен. Дейсің бе біз нешеуміз, біз бесеуміз. Санамаққа жаттығып, алғыр болып өсерміз. Біз бесеуміз, алғыр болып өсерміз. Әли, Ая, ас ішеміз. Үйге қайтыңдар. Үйге барайық, жүріңдер. Кеттік. Қайттық үйге. Әли аға, достар болған қандай тамаша, я? Біз балдырған баламыз, шаттық әнге саламыз. Қосып алып сандарды, жаза аламыз. Біз бақытты баламыз. Әнші биші балапан, біз өнерлі балапан. Ән саламыз, билейміз, жайнап өскен гүлдейміз. Жайнап өскен гүлдейміз. Ортақ туған даламыз, ортақ туман қаламыз. Туған жерден нәр алып, өнер қуған баламыз. Біз бақытты баламыз. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Құдық күдіксіз құдық, суы суық, тұнық құдық. Балалар, Қазақстанның өзендері мен көлдерінің аттарын білесіңдер ме? Біздің келесі тапсырмамыз сөз жұмбақтан Қазақстанның өзендері мен көлдерінің атын тап. Үйге тапсырма. 45-ші жаттығу, 88-ші бет. Кері байланыс. Менің сабақтағы көңіл күйім керемет, жақсы, орташа.